Жасұлан Құралай, Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі 3 шәкірт тобының білім алушысы. Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз мектеп ережелері. Бұл сабақта сендер ереже ұғымымен танысасыңдар, сынып және мектеп ережелерін сақтауды үйренесіңдер. Балалар, сендер ертегі әлеміне саяхат жасағанды ұнатасыңдар ма? Олай болса, менімен бірге саяхат жасайық. Ертеде білім әлемі болыпты. Бұл әлемнің тұрғындары өте мейірімді, сыпайы, ал оқушылары тәртіпті, ақылды, білімді болған екен. Білім әлемінің керемет өмір сүруінің негізгі себебі олардың барлығы бағынатын ереже кітабында екен. Бұл кітаптағы ережелер үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге ізет білдіруге негізделіпті. Бірақ бұл елдің тәтті өмірін көре алмаған зұлым вирус ереже кітапты ұрлап алып, оны өртеп жібереді. Енді білім әлемінде мәңгі тәртіпсіздік орнайды. Ха-ха-ха. Мінеки балалар, осыдан бастап елде аласапыран басталады. Адамдар бірін-бірін тыңдамай, сыйламай, арада реніш көбейе бастайды. Мектептерде оқушылар сабақ оқымай, бір-бірін ренжітіп, мұғалімдерді тыңдамайтын болды. Бірде осы елдің ақылды тұрғыны Білгішбек ереже кітабын қайта жасау үшін жолға шығады. Ал балалар, Білгішбекке білім әлеміне үйлесімділік орнатуға көмектесеміз бе? Олай болса, бәріміз бірігіп осы ережені жазайық. Балалар, мектеп біздің екінші үйіміз болғандықтан, ереже орнатуды мектептен бастайық. Ол үшін мына суретке назар аударамыз. Не байқадыңыздар? Иә, оқушылардың киім үлгісі мүлдем дұрыс емес. Олай болса, оқушыларға өз мектеп формасын дұрыс табуға көмектесейік. Мектепте ол балалар классикалық үлгіде киінеді, ал қыздар да классикалық үлгіде киінеді. Жарайсыңдар балалар. Сонымен балалар, мектеп киімін анықтадық. Ал енді Білгішбектің ереже кітабына жазатын бірінші ереже қандай болады? Иә, сабаққа мектеп бекіткен арнайы формасымен келу, форма таза, үтіктелген болу керек. Жарайсыңдар. Ал енді балалар үзіліске шықты. Сендердің ойларыңызша нені дұрыс істемей жатыр? Иә, балалар бір-бірімен ренжісіп, суатып, шулап жатыр. Бұл дұрыс па? Жоқ. Қанеки балалар, осыған байланысты ереже кітабын жазайық. Үзілісте дәлізді айқайлап шулауға, жүгіруге болмайды. Үзілісті достарыңмен ойнап, пікір алмасу үшін пайдалан. Жарайсыңдар. Мінеки, қоңырау соғайын деп қалды. Мен түсінбей тұрмын. Мұнда не болған? Балалар, біз мектеп мүлкін бұзуға бола ма? Жоқ, болмайды. Біз оларды күтіп ұстауымыз керек. Себебі келесі жылдары сыныпта сендердің іні қарындастарың оқуы мүмкін. Қанеки, енді осыған байланысты ереже құрастырып жіберейікші. Мектеп мүлкін бұзуға болмайды. Оларды күтіп қолданамыз. Сыныпты таза ұстап, үнемі желдетеміз. Өзіміз отырған парта мен орындығымызға сызбай, таза ұстаймыз. Балалар, енді сабаққа қажетті өте маңызды ережелердің бірі қандай ереже деп ойлайсыңдар? Иә, ол алтын ереже. Себебі алтын ереже оқушылардың сабақты тәртіпті сақтауы мен білім алудағы нормаларынан бағынуға тікелей байланысты. Олай болса, барлығымыз бірігіп сабақтағы алтын ережені сақтайық. Ол үшін мына суреттерге назар аударамыз. Иә, енді барлық ережелерімізді оқып шығамыз. Сабаққа кешікпей келу, сабақты тәртіп сақтау, уақытты тиімді пайдалану, сабақ барысында бірі-бірін тыңдау, әркімнің пікірі құнды. Әрқашан бір-біріне көмектесу. Мінеки балалар, сыныптың алтын ережесі дайын болды. Сендер білесіңдер ме? Ереже ежелгі дәуірде және орта ғасырларда жөн-жосық, ата-баба жолы деп аталған. Ережелер сырт пішін жағынан мақал-мәтелдерге, қанатты сөзге ұқсас болғанымен, нақтылығы мен дәйектілігімен ерекшеленеді.
Мысалы, үлкенге құрмет, кішіге ізет мақалы біздің ережемізге ұқсайды. Сонымен қатар, қазақтың салт дәстүрлерінен де ережелерді көруге болады. Міне балалар, білгішпекке ереже кітабын қайта жасауға көмектестік. Жарайсыңдар, ал енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Мына сұрақтарға жауап беріп, тиісті сөздерді орнына қоямыз. Ал егер орындап болсақ, тексерейік. Ол не? Ереже. Ереже қандай? Алтын, ортақ. Ереже не істейді? Сақтайды, орындайды, бұзбайды. 4 сөзден тұратын сөйлем құрастырайық. Алтын ережені орындау міндетті. Ал осы ереже сөзін тағы қалай айтуға болады? Тәртіп. Мінеки балалар. Ережені сақтау дегеніміз тәртіпті сақтау екен. Балалар, сендер ереже ұғымымен таныстыңдар. Сынып және мектеп ережелерін сақтауды үйрендіңдер. Балалар, зерттеуді жалғастыру мақсатында сабақтан соң үйде ата-әже және ата-ананың қазақ халқының қай салт дәстүріне қандай ережелерді білуге болатынын сұрап зерттеп көріңдер. Ал енді бүгінгі сабақ бойынша өз-өздеріңді бағалап жіберіңдерші. Егер сабақты түсінсең, бірінші смайликті таңда, ал егер біраз сұрақтарың болса, екінші смайликті таңда. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Сау болыңдар.